Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай сырникидің жасалу жолын көрсеткім келеді. Таңғы асқа керемет болып шығатын, сүзбеден жасалатын және де әрдайым шығатын, осы рецепт бойынша істесеңіз, әрдайым керемет болып шығатын сырникиді жасап көріңіз. Менде мұнда үйдің сүзбесі, ол менде шашыраңқы болып келеді, сондықтан мен оны осылай блендермен езіп алған болатынмын. Бізде сырники жасау үшін сүзбеміз кішкене жабысқақ, сондай болуы керек. Осылай блендердің көмегімен ездім. Менде осындай блендер, сонымен езіп алған болатынмын. Мінекей осылай езіліп шықты. Оның үстіне біз дейтін бір жұмыртқамызды саламыз, және де секерімізді саламыз. Және мен ванилин салған болатын, кішкене дәм беру үшін. Осыларды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызды бөліп саламыз. Бізде ұнды көп салып жіберуге де болмайды. Сондықтан оны бөліп осылай бұлғап барып қарап тұрып салғанымыз жөн болады. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қолымызбен бөліп алып, менде мындай арнайы насадка бар, сонымен осылай дөңгелететін боламын. Сол кезде сырникидің жан-жағы теп-тегіс болып дөңгеленеді. Барлығын осылай жасап шығатын боламын. Және мен сырникиді қуырғанда мен кішкентай балама жасайтын болғандықтан, оны осындай топленое масло деп жатамыз ғой, сондайға мен қуыратын боламын. Осылай сырникиларымызды қойып шығамыз да қақпағын жауып қоямыз. Екінші жағын піскеннен кейін осылаймен аударып аламыз. Біздің сырникиларымыз керемет болып пісіп шығады. Мінекей осылай сырникиларымыз әзір болды. Керемет болып шығады. Оның үстіне мен қаймақ пен айранды араластырып, осылай үстіне жағып шыққан болатынмын. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіз. Алда тағы да видеолар шығаратын боламын.